сөздер біздің елімізге қатысты емес. Себебі біздің елімізде президент болуға лайықты кандидаттар түсіп жатқан жоқ екендігі айдан анық. Өздеріңіз көріп отырсыздар, бірде-бір кандидат президент болуға ұмтылмайды. Сондықтан да біз өзіміздің наразылығымызды ашық түрде білдіру үшін осы алаңға келіп тұрмыз. Өздеріңіз білесіздер, дәл қазір Жанболат Мамай жазасы 8 ай бойы түрмеде отырып, енді үйқамаққа шығарылды. Жанболат Мамай толық ақталуы керек деп есептейміз. Ол кінәсіз және бүгінгі сайлау тоқтатылуы керек. Біз өз қарсылықтарымызды ашық түрде білдіреміз. Ең алдымен президенттік сайлауға байланысты заңды өзгертілсін. Себебі өздеріңіз білесіздер, бұл қарапайым адамдар президенттікке түсе алмайды. 5 жыл мемлекеттік қызметте жұмыс жасау керек. Ол дұрыс емес. Адамдардың құқығын шектеу деп білеміз. Одан кейін жасы 40-тан асу керек. Бұл да дұрыс емес. Қаншама Қазақстан Республикасының азаматының мүмкіндігін шектеп жатыр. Одан кейін партияларды тіркесін. Партияларға байланысты заңды тезірек қабылдасын. Айтқандарына 6-7 ай болды, әлі заң қабылданған жоқ. Сонымен қатар біз тағы да айтамыз, президенттік сайлау заңсыз екендігін ашық түрде тоқтатылуы керек. Жанболат Мамай ақталсын. Тоқай, бізге көз, таңдаусыз сайлауға қарсымыз. Таңдаусыз сайлауға қарсымыз. Таңдаусыз сайлауға сайлау тоқтатылсын. Сайлау заңсыз. Сайлау тоқтатылсын. Жанболат Мамай ақталсын. Жанболат Мамай ақталсын. Жанболат Мамай ақталсын. Все, поехали, вот, поехали давай. Поехали давай. Иә, қазіргі өздеріңіз көргендей сайлауға